Алматы қаласы қоғамдық даму басқармасының қолдауымен 2021 жылдың 8 маусымы күні жастар саясатын дамыту мемлекеттік қоры, Алматы қаласы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасымен және Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетімен бірлесіп, Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына және есірткі қылмысына қарсы күрес айлығына арналған бос уақыт орталықтары арасында бұқаралық спорт түрлері бойынша рух марафон қалалық спартакиадасының екінші кезеңі өтті. Марафон шағын футбол ойынмен жалғасын тапты. Ойынға 2 жас санатында 12-13 және 14-16 жас аралығындағы ұлдар қатысты. Жарыс қорытындысы бойынша 12-13 жас аралығындағы командалар арасында 3-ші орынға Барыс командасы ие болса, 2-ші орында Атамұра командасы қанжығасына байлады. Ал жүлделі 1-ші орынды бос уақыт өткізу командасы жеңіп алды. 14-16 жас аралығында 3-ші орынды Қарлығаш командасы иеленсе, 2-ші орын иегерлері Белдесу командасы атанды. Қарсыластарын артқа тастап, жүлделі 1-ші орынға Барыс командасының ойыншылары ие болды. Жеңіске жеткен барлық командаларға кубоктар, медальдар және естелік дипломдар табыс етілді.